His weight is 56.7 kg. He's 26 years old. Professional record of the fighter: 11 wins, 2 losses. He is M1 Global Champion. Representing Dark Team Almaty, Kazakhstan. Hanımlar ve marsalar karşılayınızlar. Asu lakabata Zulfikar Almaty. Ардақты жанкерлер, бүгінгі турниріміздің басты айқасы. Көкбұрышта Дархан Сқақов кәсіпқой рекорды 3-0 жеңіліс дәмін татып көрмеген файтер. Ал оның қарсыласы және NFC титулының басты үміткері Асу Алмабаев кәсіпқой мансабында 13 жекпе-жек өткізіп, оның 11-інде жеңіске жеткен жауынгер. Халықаралық дәрежеде үлкен айқастарға шығып жүрді және M1 Global тұжырымының чемпионы атанғанын біз білеміз. Жас айырмашылығы бар екен. 32 жаста Дархан және Асу 26 жаста. Бұл қаншалықты әсер етуі мүмкін? Енді біздің бүгінгі палуандарға қарайтын болсақ, 30 жастан кейін мықты күресетін палуандар көп. Бірақ енді аралас жекпе-жекте ол жас қатты әсер етіп жатыр біздің қазақтарға. Ойламаймын. Дегенмен Асу жастау, шамалы шыдамдылығы да көктеу болу керек. Жылдамдығы да тек көктеу Асу керек мына Дархан бауырымыздан. Сондықтан енді бір кішкене әсерін береді деп есептеймін. Біріншіде бір бар да, Дархан бауырымыз деген кезінде мен бұны бір ұқсастырған Шах Қазақ деген Шыңғыс бауырымыз бар. Шыңғыс Қайран. Шыңғыс Қайран. Екеуі шыңғыс бұл жігіт тек қана құлатқысы келген жоқ. Бұл қазір осы өстіп жүріп өзінің шансын іздеп, тек бір сәтін пайдаланып, тигізгісі келіп арт қолын дайындаватқан өздерін көріп отырсыңдар. Сонымен қатар Асуда оны түсініп тұр. Мына көрдіңіздер, осы сәтті пайдаланып, ұстап алғысы келіп тұр. Бұл көзіне қарасаңдар, Дархан аяғына қарап тұр қазір. Өте қауіпті жауынгер. Сондықтан бұл деген жеңіл қарсылас деп айтуға болмайды. Бұл жекпе-жек Асу үшін бір оңай сынақ бола деп айту қиын. Себебі жаңа біз Дарханның өткір шабуылдарын көрдік. Және естеріңізге сала кетейік, 5 минуттан 5 раундқа ұласады. Енді біріншіде Асудың коронкасы жақындап келеді, соның бұл айғысы. Бұл жерде енді бірақ дегенмен өте қауіпті. Қорғанымыз ешқандай айтуар бұл жекпе-жек осы әдіспен аяқталады деп ойламаймын. Бүгінгі қазір Дарханның физикалық тұрғыда қаншалықты үлкен дайындықпен келгенін дәл бір осы өздеріңіз көріп отырсыздар, көрсететін боламыз. На самом деле очень крепкий парень Дархан. В первом раунде вы заметили, что достал его удар рукой. Да, но надо отдать должное, конечно, Дархану. Сумасшедший характер, несмотря на то, что сейчас он в очень неудобной позиции находится. Находит брешь в обороне, достает ударами. Я думаю, немногие бойцы, которых мы даже сегодня видели и на предыдущих турнирах, показывали такое, что когда ты находишься в одном шаге от удушающего приема, ты еще и просто достаешь соперника. Мне даже изначально казалось, что скажется ли замена соперника на настроение в целом Асу Алмабаева, но накануне в Амстердаме я думаю, что он очень заряжен. Эта ситуация нисколько не смутила. Асу, в принципе, фанаты ММА знают как очень зрелищного бойца с характером. Очень сложно было Асу. Почему? Потому что прям сзади соперник поменялся, и он принял решение драться с другим соперником. Айтып алып, ардақты жанкерлер.